Құрметті ағайын, бүгін сіздерге міне адай күйін үйрететін болам. Асықпай, нақты, жақсылап үйрететін болам. Мән беріп тыңдаңыздар. Міне 10 минут бойы үйрететін болам. Ең бірінші міне екінші пернені басамыз. Міне сандар арқылы үйренеміз. Екінші пернені табамыз. 1, 2. Міне екінші пернені мына саусақтың ұшымен басамыз. Міне сызықтың дәл алдынан басамыз. Осылай басамыз міне. Бірінші саусақпен, сұқ саусақпен. Сосын төменге тартамыз. Мына жақтан да сұқ саусақпен. Төменге. Осылай тартылады міне, төменге. Қайттан көрсетейін, бір-ақ рет жасаймыз төменге. Сосын жібереміз, ештеңе баспаймыз. Яғни 0 мен 0 деп аталады. Яғни 0 деген ешқандай пернені баспау. Бас бармақпен жоғарыға енді. Енді қосып көрейік екеуін. Тағы дәл осыны қайталаймыз. Яғни төмен, жоғары, төмен, жоғары. 4 қағыс болды барлығы. Қайттан тартайық. Төмен, жібереміз, жоғары. Қайттан екінші пернені басамыз. Төмен, жібереміз, жоғары. Сонда мынадай әуен шығады. Қараңыздар. Екінші қағыста, сосын үшінші қағыста. Жоқ, екінші қағыста, сосын төртінші қағыста жібересіздер. Міне. Бірінші қағыс жібересіздер, сосын қағыс жоғарыға бас бармақпен. Қайттан басасыздар да, қайттан төменге жібересіздер да, бас бармақпен қайттан үстіге қайтып келесіздер. Міне 4 қағыс болды барлығы. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Жазып алсаңыздар болады, өйткені ұмытып қалуларыңыз мүмкін. Қағазға жазып алсаңыздар 2, 0, 2, 0. Үстінің барлығы 0 болады. Жазып отырсаңыздар жақсы болады. Қағазға қарап тартқан ыңғайлы. Енді әрі қарай үйренейік. Сонда былай болды. Осы жерде тоқтадық. Енді әрі қарай екінші пернені басып тұрамыз да. Төмен, жоғары, жоғары, жібереміз. Жоғарыға. 4 қағыс сонда. Қайталаңыздар, я? Сонда қайталай берсеңіздер жатталып қалады. Қайттан жаңағын тартайын. Төмен, жоғары, жоғары, жіберем. Қай кезде жіберу керек, соны қарап отырыңыздар. Қайттан басынан бастайын. Осы жерге дейін үйрендік. Міне уже адайдың әуені шықты. Әрі қарай жалғасы. Басындағыға ұқсайды, енді жалғасы міне. Қайттан мынаны тартамыз. Жібереміз. Қайттан басамыз. Жібереміз. Енді басып тұрамыз да төмен, жоғары, жоғары. Дәл жаңағы сияқты, тек бұда мына жерде астын басып тұра береміз. Жаңа біріншісінде жіберетін едік қой. Енді бұны басып тұра береміз да үстін басамыз. Үстінен де екінші пернені басамыз. Астынан да екінші пернені. Жоғарыға тартамыз. Көрдіңіздер ме? Міне. Жоғарыға 4-ші қағыс болды. Қайттан қосайық. Төмен,
жоғары, жоғары. Сосын мына үстінен екінші пернені бас бармақпен басамыз, иә. Жақсылап басыңыздар, кейде дұрыс. Жаңағы басылмай қалуы мүмкін. Сосын дыбыс шықпай қалады. Міне, бас бармақтың ыңғайлы жерімен басамыз. Жоғарыға. Сонда 4 қағыс болды. Төмен, жоғары, жоғары. Міне, бүгінше осы жерге дейін үйренейік. Қайттан басынан бастайын енді. Сіздер де менімен бірге тартып отырсаңыздар болады бірге. Міне, мен тартып отқан кезде бірге жаңағы дауысын қатты қойып видеоны бірге қайталап отырыңыздар. Мен тартқан кезде тартып. Қайттан бастайық. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осылай айтып отырсаңыздар да болады. Сосын төмен, жоғары, жоғары. Жібересіздер, жоғары. Қайттан төмен, жоғары, төмен, жоғары. Сосын төмен, жоғары, жоғары. Үстін жабамыз. Міне, бүгінше осы жерге дейін, иә. Әйтпесе әрі қарай жаңағы қиындау жері бар. Оны қазір барлығын айтсам қиын болып кетер. Бүгінше осы жері. Сосын тағы айта кететінім, басқа да мен әндерді үйретем. Жақсы әндерді. Осы сандар арқылы үйрену тәсілімен, міне, сандармен тез оңай үйрене аласыздар. Сандармен үйренген өте оңай. Тағы да мен әндерді қазір көрсетіп жіберейін сіздерге. Мысалы, Мен қазақтың әні бар. Енді адай күйі қиын болып жатса, алғашқы үйренуге енді қиын адай күйі. Шынымен. Ұзақ өйткені. Сосын жаңағы көп уақыт кетеді жаттауға. Бірінші әндер үйреніп, сосын күйге көшем десеңіздер болады. Бірінші әндерді YouTube каналымда бар. Сосын біріндеп күйге өтуге болады. Бірақ кейбір адамдар адайды үйренем деп жатса, онда мен үйретем әрі қарай тағы да. Комментарийге жаза кетіңіздер, кім үйренді, кім үйреніп жатыр. Так, Мен қазақтың әні. Сосын Ақсәулем әні бар. Сүйкімді қу жазып қанатын, бізден гүлден ұшып қонатын. Менің сәулем, ал менің сәулем, солақ бұдан сұлу болатын. Менің сәулем, ал менің сәулем, солақ бұдан сұлу болатын. Айналайын ақ сәулем, үміт отын жақ сәулем, ақ болып көгім жасамашы бүгін. Күндей күліп арайлым, келер ме деп қараймын, бақытты бұл өмірде арманым менің. Домбыраның дауысы кішкене кетіп қалды. Ал құрметті ағайын, Ақсәулем әнін үйренгілеріңіз келе ме, әлде басқа ән бе, пікірге жаза кетіңіздер, иә. Бұйырса үйрететін болам күнде-күнде. Осы адайды жаңағы соңына дейін үйретейін бе, әлде басқа жеңіл әндерді үйретейін бе, соны жаза кетіңіздер, иә. Айтсаңыздар, бұйырса сол әнді үйрететін болам, қай әнді айтсаңыздар. Так, Аруана әні бар. Сосын өз
жүз баланнан артық бала бар мана мәз боласың жарай қалсам шаруана теңізді де кешіп өтіп. Міне осындай әндер бар.